үлкен. Осындай салмағындай сауап ауылда болса да, осы жерде болса да сіздерге тиеді. Ухуд тауының Ухуд тауының сауабы беріледі деген жаназаға қатысқан адамға. Осы естеріңізде болсын. Әжептәуір дәреже ғой. биік қой. Бұл жерде 70 адам жатыр қазір, бірақ әрқайсысына жеке-жеке емес, екі ора. Бір қабір қазылған. Солардың ішінен сұраған, қайсысы Құранды көп жаттаған? Мына Құранды көп жаттаған, шахид болып жатыр. Мына Құранды аздау жаттаған, мынаған қарағанда. Мынаны бірінші жерлеген қабірге. Сіз отырсыздар, мына көлеңкеге келейік те. Көлеңкеге келіңіздер, апа. Көке, мен сіздерге не дедім? Сауда қылмасаңыздаршы. Бер десеңші. Көке, кейін сауда қыласыз ғой. Неге үйтесіз? Негіз бай үйтіп, бұзып бәрі. Көңіліне қарасаңыз бәрі үйтіп. Тыңдаңыздар, құлақ салыңыздар. Бұлардың ішінде Хазіреті Хамза деген бар. Пайғамбар алейхиссалам бауыры, немере ағасы. Соныкі мына Шлаколоппен қосылған жер. Соның қабірі. Енді бұл жерді көп су басқан. Шахиттер жерленген жерінде, шахит болған жерінде, қаза болған жерінде жерлену керек. Сонда таудың бауырайында бір шахит жерленген екен. Сонда қараңыздар, жобамен 60-80 жылдан кейін ананы қазса, су шайып кеткен ғой, денесі көрінген. Алса, ана қолы осылай қалған, сол қимылдаса, қан тамшылаған. Әленбайсың өткен. Мені Турцияда ма қай жерде бір жап-жас қыз әкесіне арызданған ғой түсінде, мен алып кетесің, дегенде, қазып алса кебіні де ірімеген, шірімеген, көзі нұр кетпеген ғой. Міне шахид сондай адамдар осы жерде 70 адам жатыр. Көрдіңіздер? Шахидтер. Бұл Хамзадан өш аламында, бұл тарих ұзағын Хинду деген әйел бір хабашты негрді жалдайды. Осыны өлтіріп берсең болды, азат етем сені дейді. Сол келіп өлтіріп, Хамзаны, пайғамбарымыздың бауырын. Ол соғыстың тактикасын жақсы білетін болады. Бірінші найза шықсын дейді. Одан кейін қылыш шықсын, одан кейін садақшылар атыңдар дейді. Одан кейін аттаскерлер, сендер шығыңдар, сөйтіп тактикамен істейтін болады ол кісі. Сол кісіні өлтіргеннен кейін мұсылмандар тауға шығып кетеді. Сонда Хазіреті Хамзаның менің күйеуімді өлтірген, ағамды өлтірген жар дейді. Ішін дейді. Мынаны жаратта жүрек, бауыр бәрін алып жаңағы әйел. Өш алады ғой енді әкесінің, ағасының әруағынан дегендей. Шайнап шөні түкіреді. Көрдің ба дейді. Мен өш алам дедім ба алдым дейді. Еріндерін кесіп тастайды, құлақтарын кесіп тастайды, мүтіләт дейді. Мұрындарын кесіп тастайды. Хазіреті Хамзаны сахабалар бірден таныған дейді. Азаптап тастаған ғой. Қиямет күнінде солай, тура солай тіріледі. Олар азаптап өлтірді. Көрдіңіздер ма? 70 шахид дәл осы жерде жатыр. Неше қабір қазылған? 35 қабір қазылған. Әр қабірге оларға 2 адам көрдіңіздер ма? Сонда ана Хабаш бұл мұсылмандардың, мүшриктердің қайсының жеңгені оған қызық емес. Оған өзінің азаттығы үшін жаңа кімге жалдады? Хазірет Хамзаға жалдады ғой. Сол Хамзаны аңдып жүріп, найзамен мынандай тесіктен найзаны өткізетін адам болады ол. Кішкентай мерген болғанда оны қалай тексереді? Бір әйелді билетеді, басына мынандай не қояды, сақина қояды, байлап та. Соны бүйтіп жүріп билеп атқан кезде алыстан сол сақинадан өткізіп жібереді ғой. Болды, мынаны мен алып кетем дейді да, Хамзаны сен өлтіресің дейді. Сонымен алыстан Хамзаны найзамен өлтірген сол Хабаш болады. Көрдіңіздер ме? Сол Хабаш өлтірдім ғой, болды, не керек енді дегенде сен азатсың, бірақ ішін жарайды дейді. Ішін жар дейді де, ішін жарғызып, мына жүрек, бау, өкпе, жүрек бәрі шайнап түкіреді. Сонда ғалымдар айтады, егер соны шайнап ары қарай жұтып жіберсе, оған тозақ қарам болып қалар еді. Шахидтің қаны кіретін болса ішіне. Енді ол жорамал ғой енді. Енді қараңыздар, мына жерде жазуы болу керек. Мына жерде жазуы бар екен.